Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте әдемі, ерекше көрінетін, қонақтарды таң қалдыратын араб халқының құймақтарын дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз, қантымызды қосамыз, сұйық майымызды құйып, қантымыз ерігенше араластыратын боламыз. Барлық құрамын төменге описаниеге қалдыратын боламын. Оның үстінен 2 жұмыртқамызды қосамыз. Оны да толықтай араластырамыз. Ұнымызды елекке салып, үстінен 2 ас қасық какао ұнтағын қосамыз. Және кішкентай қасықпен қопсытқышты қосып, барлығын електен өткізетін боламыз. Какао қоспай қосаңыз да болады. Мен осылай шоколадный етіп жасадым құймақтарды. Енді барлығы түйіршік қалмайтындай етіп араластыратын боламыз. Дәл осындай масса болып шығуы қажет. Енді жай отта қызып тұрған тапамызға бірінші кезде кішкене сұйық май жағып, осылай пісіріп алатын боламыз. Біздің құймақтарымызда осындай тесіктер пайда болуы қажет. Дәл осылай пісіп шығатын болады. Біздің құймақтарымыз дайын. Барлығын кезекпе-кезек осылай дайындап аламыз. Салмасына қалауыңызша әртүрлі салмаларды салсаңыз болады. Мен жемістерден дайындайтын боламын. Барлығын көбек етіп алдын ала турап алдым. Әртүрлі варенье, сгущенка барлығын қоссаңыздар болады. Ең алдымен осылай бананымызды қойып, үстінен ММД'мізді қойып, 3 бұрышты самса тәріздес етіп, шеттерін осылай қысып шығатын боламыз. Сәндікке ММД'мізді мен қолдандым. Бананмен өте ерекше дәмді болып шығады екен. Достар, видеом ұнаса, лайк басып парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіз де дәл осылай дайындап көріңіз. Ас болсын.